Армысыздар, құрметті қазақ елі. Ермек Албан, Алматы қаласы, қазақтың биі. Жан-жақта болып отқан жағдайдың бәрін көріп отырсыздар. Сол енді жалпылама сіздерге бір кемеде қазақ мемлекеті, қазақ ел деген бір кемеде отырғаннан кейін, мына саясатты түсіну үшін әлемдік саясатты өзімнің көзқарасыммен, өзімнің ойыммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Әлемде 13-тей клан басқарады. Сол 13-тей кланның азаматтарының айтқан, өздерінің жоспарлаған жоспарымен бүткіл әлемде соның саясаты жүреді. Бұлардың саясаттар бойынша әлемде 8 миллиардтай адам бар. 8 миллиардтай адамдайды 7 миллиардтайын құртып, 1 миллиардтай адам қалады. Болашақта бүткіл жерлер, көптеген мемлекеттер жойылып, судың астына кетеді. Сол кезде осында қазақтың жері, Сібір жері, жердің кіндігі осы жер қалады. Сол жерге 1 миллиард адам осы жерде тұратын болады. Сол енді искусственный интеллект басқарады, көптеген жұмыстарды роботтар жұмыс жасайтын болады. Және де единый валюта дейді, бүткіл әлемнің ақшасын жойып, сол бір валюта болады. Сол электронды ақшаға әкеп тығады. Одан кейін діннің бәрін біріктіреді, бір-ақ дін қалдырады, жоспарлы түрде. Содан кейін енді жалпылама қазақтың жер туралы айтып кететін болсақ, біздің Қазақстан қалай болады? Қазақтың жері, бұлар өздері келісіп қойды, мировой финансовый центр, қаржы орталығы осы қазақтың жері болады. Жаңағы искусственный интеллект не осы Сібір жерінде, не осы қазақтың жерінде базасы осы жерде тұрып, 4 атомный электростанция салынады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір жан-жақта сергектер қойып жатыр. Сергектер ол енді біздің жүріс-тұрыстарымыздың бәріміз аңдып қарап отырады. Одан кейін телефондар өз атымызда бәрі тіркеліп тұрған, сонымен қоса телефон арқылы бізді бақылап отырады. Одан кейін жаңағы вакцинация болу керек, сол вакцинация арқылы чипирование болу керек. Содан кейін мына енді қазір көріп отырсыздар, соғыспен қазір көптеген елді құрту керек. Одан кейін вакцинациямен біраз азаматтар, мына бактериологический оружие дейді, онымен де біраз азаматтар кетеді. Енді біздің қазақ елін алатын болсақ, өзара бұлар келісімдері бар, олар өздері келісіп, мына қазіргі таңда осы мына аз ғана қазақ елін бұлар тиіспейтіндей қылып солай шешіп отыр. Қанша ғасыр бойы қазақты қырып келді, енді болашақта өздерінің басшылары біздің қазақты тиіспейтін болып солай шешіп отыр. Қазақтың жерінде бейбітшілік өмір болады, қазақтың жерінде соғыс болмайды. Сол енді қазіргі таңда біз не істеуіміз керек? Қазіргі таңда біздің президент қазіргі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, ол енді четкі саясатпен өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Қытай мемлекеті, Ресей, Америкада, басқадарына Туран одағымен өте жақсы жұмыстарын жасап, бізге қазіргі таңда қазақ жеріне бейбітшілік керек, бейбітшілік заман керек. Қазіргі таңда үш алпауыт мемлекет өзара күштілер заманы басталды, өз ара сол әрқайсы мемлекеттерді өздері үшке бөліп алатын болады. Сол кезде біздің қазақтың жерінде соғыс болмау керек. Тұрақтылықты ұстап қалу үшін қазіргі таңда дипломат Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жерді ұстап қалу саясатын жұмысын жасап жатыр. Енді ол сыртқы саясат істеп жатыр, ішкі саясатты біз қазақ халқы біз жасауымыз керек. Мына өкімет саласының азаматтарын алатын болсақ, ол кісілерге мен енді өз басым айтарым, сіздер халыққа қызмет жасайтын уақытша отырған жалдамалы азаматсыздар. Тақпен табыттың есі жоқ дейді. Уақытша отырғаннан кейін сіздер халыққа қызмет жасаңыздар. Мына енді министрлерді алатын болсақ, қазіргі таңда қазақша бір ауыз сөз білмейтін, бір берген сөзі айтып бере алмайтын сондай министрлер отыр. Ондай азаматтар елді басқармау керек. Депутат болсын, министр болсын, әкім болсын, ондай азаматтар халықтың ішінен шыққан әр саланың мықты мамандары отыру керек. Әр салада біз не үшін дамымай отырмыз? Бізде өзінің азаматтары, сол саланың азаматтары әр саланы басқарып отқан жоқ. Сол үшін оның бәрі конкурстық түрде жасалып, сонда мықты азаматтар өз саласын басқарып отыру керек. Мына депутат мырзалар, қазір заң шығарып отқан депутат мырзалар, сіздер енді ашығын айтсақ, сонша байлықтың үстінде отырып, осындай бай мемлекетте сіздер халық әйтеуір күнделікті
күнкөріс, қалай өмір сүріп, қалай еліміз қалай бала шағасын бағуын білмей әйтеуір таксовать етіп не қылса да әйтеуір күнін көріп жатыр. Соның өзінде сіздер мына шыраптан артық еш нәрсе ойлап таба алмай отырсыздар. Құрметті депутат мырзалар, мына парламентте отырған мырзалар, жұмыс жасай алмайтын болсаңыздар, жұмыс жасай алатын азаматтарға орындарыңызды босатып берсеңіздер жақсы болар еді. Елге көп зиян тигізіп жатсыздар. Және де мына шет елге кетіп қалған олигарх аға бауырларға айтарым, миллиардтап, осы 30 жылдың ішінде триллиондап қазақтың ақшасы шетелге офшорный счеттарға кетті. Енді ашығын айтсақ, енді шетелдіктер, инвесторлар күледі. Ол жаңағы ондай откормить сама дейді, жаңағы елді тонап апарып, елдің байлығын апарып, сіздер солардың банктеріне апарып тығып беріңіздер. Ол ақшаларыңызды не өздеріңіз аламайсыздар, ертеңгі күні соттасып та аламайсыздар. Ертеңгі күні не өздеріңізге жоқ, не халыққа жоқ болып шығады. Ертеңгі күні ұмытпаңыздар, екі дүниеде жауап бересіздер. О дүниеге барғаннан кейін, ол қанша мешіт салсаңыздар да, қанша садаға берсеңіздер де, халықты тонау ол құдайды тонаумен тең. Құдайды тонап барып, ертеңгі күні құдайдың алдына барасыздар, екі дүниеде жауап бересіздер, ұрпақтарыңыз осы дүниеде жауап береді. Соны ұмытпаңыздар. Сол үшін шетелде қашып жүрген олигархтар, қазір көріп отырсыздар ғой, Дубайға апарып тықтыңыздар. Дубайдың бәрі ол күйлейді, болашақта ол да жоқ болады. Ол жаңағы пустыньда тұрған ғимараттар, сол ғимарат бойы сол сөйтіп оның бәрі шіріп қалады болашақта. Сол үшін шетелде қашып жүрген олигархтарға үндеу айтамын. Амалын табыңыздар, ұрлаған байлықтарыңызды кешіреміз, қазақтың жерін алып келіңіздер, 10% ақшаларыңызды халықтың қарыздарын жабыңыздар, қалған осы жерге завод, фабрика, өндірістік ашып, осы қазақтың жеріне сол ақшаны салыңыздар. Ана 2025 жылдың бастарында, мына аяғында, 2026 жылдың басында мына әлемдік кландардың өз жоспары бойынша бізге инвестицияға жол ашылды бізге, Қазақстанға, және де Абрамс договорына қол қойды. Ол жерде 1 миллиардтап жаңағы входной билетке ақшасын төледі. Енді сол болашақта үлкен алпауыт мемлекеттер, сол біз алпауыт мемлекеттердің ішіне кіргеннен кейін бізге мына көрші мемлекеттер тіс батырамайды. Болашақта қазақтың паспортын алу өте қиын болып қалады. Сол үшін мына енді Алматы алтын қала болады. Алматының Әл-Фарабиден жоғары өңкей мықты, бай қуатты әлемнің жаңағы миллиардерлері, голливудский звезда дейміз, көптеген байлардың бәрі сол Әл-Фарабиден жоғары жағында тұрады. Астана жаңағы мировой финансовый центр болады. Алматыға кірудің өзі қиын болып қалады болашақта. Қазір жоспарлы түрде бүткіл мына малый средний бизнес дейді, оның бәрін құртады. Сөйтеді де бәрі түскеннен кейін барып, содан кейін қымбатқа сатып алып, ертеңгі күні мына қазақтың жері жұмақ жер болады. Жаңағы қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заман туды. Біз енді әлемдік кландар ана басқа әлеммен жұмыс жасаса, біз мына жақта бауырларымыз бар. Бәріміз осы мына ата бабаларымызбен рухани дүние, жаңағы әруақтар әлемі дейді, солармен тікелей байланысты отырып, мына көптеген ата бабаларымыздың айтқандарын жасап, осы күнге шейін келе жатырмыз. Біздің әлем қазақ билері біздің ұйымға қосылыңыздар, халықтың ішінен шыққан азаматтарды өз өңірлеріңізге би сайлаңыздар, бізбен бірігіп, әділетті қоғам құрып, бірге халыққа қызмет жасайық, құрметті аға бауырлар. Сол енді жоспарлы түрде енді ашығын айтатын болсақ, қазіргі таңда мына Эпштейн дегенде де көріп отырсыздар, әлемдік кландардың жоспарлы түрде жасаған саясаты бойынша әр басшылар, әр мемлекетті басқарып отырған басшылар болсын, оның төмен жақтағылары болсын, көбіне компроматтар бар. Сол айтқандарын жасайды. Сол үшін халықтың ішінен шыққан таза азаматтар елдің басына шығып, жаңағы елдің басын біріктіріп қызмет жасау керек. Сол үшін құрметті аға бауырлар, бір мемлекетте отырмыз. Қазақ ел деген бір мемлекетте отырмыз. Сол үшін жаппай бірігіп бірге жұмыс жасайық. Бір-бірімізді көтерейік, қолпаштайық. Әр саланы айтып кететін болсақ, силовой структураның азаматтарына бізде шашал десе бас алатын азаматтар. Қаңтар оқиғасында да көрдік. Қазіргі таңда штрафпен де елді әрең жан бағып жүрген азаматтардың правосында тартып алып білгендеріңіз жасабастар. Ертеңгі күні ұмытпаңыздар, 50-ге шыққаннан кейін бәріңіз пенсияға шығасыздар, халықтың ішіне келесіздер. Ертеңгі күні зорлап қорлаған азаматтардың алдына бәріңіз ертеңгі күні кездесіп, ертеңгі күні бәріне жауап беретін боласыздар. Сол үшін артық кетулеріңізді қойыңыздар. Сот жүйесінің азаматтарына да айтарым,
өте дұрыс емес тірлік жасабасыздар. Мына сот пен медиктер, врачтар, сіздер Құдайдың алдында бірінші жауап беретін азаматсыздар. Соны ұмытпаңыздар. Сіздер адамның тағдырымен, өмірімен жұмыс жасайсыздар. Жасаған соттардың дұрыс емес шешімдеріне бүткіл бір адам, бір әулет зардабын шегеді. Ол үшін о дүниеде өте қатты жазаланасыздар, соны ұмытпаңыздар. Сол құрметті қазағым, бай қуатты болайық, бірлігіміз мықты болсын, бір-біріміздің арттан тартқанымызды қояйық. Өкімет саласымен халық бірігіп отырып, бірге жұмыс жасайық. Әкімдерде мен сіздерге айтарым, енді кейбірде кірсек, сіздерге кіре алмаймыз да, ол үшін біреу хабарласу керек, айлап тосу керек сіздермен кездесу үшін. Сол үшін кішкене ана образдан шығып жерге түсіңіздер, халықпен бірге болыңыздар, бірге қызмет жасайық. Қазағым, елім, жерім аман есен болсын, бай қуатты болайық. Мына енді әлеуметтік желілерге мына енді көп минуттан арғата видео сыймайды, бөліп мен салып отырамын. Әр қазағым жалғызым, әр қазағым бауырым деген сондай ұранмен өмір сүрейік, құрметті қазағым.